Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Мемлекеттік тілді деңгейлік оқыту курсының кезекті сабағын бастаймыз. Қолымызға жұмыс дәптерімізді алып, тапсырмаларды орындауға дайындалып отырамыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тіл білудің пайдасы. Грамматикалық тақырып қарсылықты салалас, құрмалас сөйлем. Бүгінгі сабақта сіздер көп тіл білудің пайдасы, тіл білген адамның артықшылықтары және атақты полиглот тұлғалар туралы мағлұмат аласыздар. Сондай-ақ үш тілде айтылым, жазылым, оқылым тапсырмаларын орындау арқылы шет тілдерін үйренудің тиімді жолдарын меңгересіздер. Тіл үйренуге деген қызығушылықтарыңызды арттырасыздар. Алдымен сабағымызға кіріспес бұрын әртүрлі тілде амандасып көрейікші. Қанекей, сәлеметсіз бе? Здравствуйте. Good morning. Guten Tag. Bonjour. Ни хао. Ассалаумағалейкум. Чао. Әртүрлі тілде амандасып болсақ, бүгінгі сабақта қолданатын жаңа сөздерімізбен танысамыз. Аударма, перевод, translation. Артықшылық, преимущество, advantage. Еркін, свободно, free. Жетік, совершенстве, perfect. Жақсарту, улучшать, improvement. Жылдам, быстро, fast. Жерде қалмау, быть востребованным, not to stay here. Мүдделес, заинтересованный, interested. Ми қызметі, функция мозга, brain activity. Қатар атқару, совмещать, параллель, exercitation. Енді сіздермен тікелей сұхбатқа көшеміз. Мен сіздерге сұрақ қоямын, сіздер жылдам жауап бересіздер. Бірнеше тілде еркін сөйлей алатын адамды қалай атайды? Дұрыс, полиглот деп атайды. Көп тіл білетін адамның қандай ерекшеліктері болады деп ойлайсыздар? Ойлау қабілеті жоғары, дүниетанымы кең, тез шешім қабылдай алатын, есте сақтау қабілеті мықты болады екен. Қандай атақты полиглоттарды білеміз? Егер білмейтін болсаңыздар, мен таныстырып өтейін. Атақты полиглоттар тарихының басында шығыс ғұламасы Әбу Насыр әл-Фараби тұр екен. Ол 70-ке жуық тілді меңгерген. Ұлы Абай орыс, қазақ тілдерін және араб, парсы тілдерін меңгерген. Шоқан Уәлиханов араб, шағатай және түркі тілдерін білген. Мұстафа Шоқай бірнеше Еуропа және түркі тілдерін біліп, грузин тілінде сөйлей алған. Мұзаффар Әлімбаев татар, қырғыз, қарақалпақ, өзбек, түркмен, башқұрт, балқар, ноғай, қарашай сияқты тілдерді меңгерген екен. Ал Пушкин француз, ағылшын, неміс, итальян, испан, латын, грек, славян тілдерін білген болса, Луначарский мен Крылов тіл үйренуді 50-ден асқан шағында бастаған екен. Ел басшыларының ішінде Мысырдың соңғы патшайымы Клеопатра да 10 тілге жуық тілді білген екен. Ең кішкентай полиглот қыз Белла Девяткина 4 жасының өзінде 7 тілде сөйлей алғанын барлығымыз білеміз. Ал еліміздің президенті Қасым-Жомарт Тоқаев ана тілімізден басқа орыс, ағылшын және қытай тілдерін жетік меңгергенін білесіздер ме? Сондай-ақ ол кісі француз тілінде де еркін сөйлей алады екен. Олай болса, біздің мемлекет басшымыз полиглот тұлға екен. Әрі қарай тапсырмаларды орындау арқылы өзіміздің 3 тілде білу қабілетімізді шыңдап көрейік. Орыс тіліндегі мақалдарды оқып, көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойыңыз. Қазақ, ағылшын тілдеріне аударыңыз. Бұл жерде сіздерге 5 орыс тілінде мақал берілген және оның жауабын орысша, қазақша және ағылшын тілдерінде тауып жазамыз. Келесі тапсырмамыз жұмбақтардың шешуін 3 тілде табыңыз. Берілген 5 жұмбақтың жауабын бірінші қазақ тілінде және орыс, ағылшын тілдерінде тауып жазады екенбіз.
Келесі тапсырмамыз сәйкестендіру. Бұл жерде үш тілде берілген мақал-мәтелді жұптарымен тауып сәйкестендіріп жазып қоямыз. Келесі тапсырмамыз тыңдалым. Ұлы Абайдың 25-ші қара сөзінде тіл үйренуге байланысты не айтылды екен, соны тыңдап көрейік. Және тыңдау арқылы мына тапсырмаларды орындаймыз. Қара сөздегі араб парсы тілінен енген сөздерді теріп жазамыз. Одан кейін Ұлы Абай не үшін баланы орысша оқыту керек деді? Оның жауабын төменге жазамыз. Келесі тапсырма: Абай ойынша тіл білгеннің адамға қандай пайдасы болады? Өз ойымызды Абай ойымен үндестіріп жазып шығамыз. Келесі тапсырма: оқылым. Мәтінді оқып шығыңыз. Тақырыбы: көп тіл білудің қандай пайдасы бар? Оқиық. Шет тілін үйрену барысында адам басқа бір ұлттың сөзін, сөйлем құрау тәсілдерін меңгеру арқылы оның ойлау жүйесіне еніп, рухани әлеміне қадам басады. Жаңа бір халықтың ұлттық болмысын ашады. Шет тілінде сөйлеу арқылы сол ұлтша ойлайды. Ең бастысы, басқа тілдерді білу адам мен адамды, ұлт пен ұлтты, халық пен халықты жақындастыра түседі. Тіл білуі барысында адамның қарым-қатынас жасау, әлеуметтену, білімін арттыру мүмкіндіктері 2-3 есеге дейін артады. Өйткені әр тіл өзінше бір тұтас әлем. Тіл үйрену арқылы адам жаңа бір әлемнің, әлемдік өркениеттің тағы бір ғимаратының есігін ашып, ішіне кіріп таныса бастайды. Бірінші кезекте адамның ақпараттық, мәдени және экономикалық кеңістігі кеңейіп, таным түйсігі арта түседі. Соңғы кездердегі зерттеулер бірнеше тіл білетіндердің басқаларға қарағанда ұқыптырақ, ойын тез жинақтап айтуға қабілеттірек келетіндігін анықтап жатыр. Оның басты себебі, адам бір тілден екінші тілге ойлауға көшкенде, оның миы ақпараттарды шапшаң реттеп, ең маңыздыларын тез іріктеп алуға машықтанады екен. Келесі тапсырма мәтін бойынша орындауға арналған, яғни тіркестерді орыс тіліне аудару. Келесі тапсырмамыз мәтіннен өзіңізге ұнаған 2 құрмалас сөйлемді теріп жазу. Енді грамматикалық бөлімге келейік. Ережемен танысамыз. Грамматикалық тақырыбымыз қарсылықты салалас құрмалас сөйлем. Егер құрмалас сөйлемнің құрамындағы жай сөйлемдер бір-біріне қарама-қарсы мәнде айтылса, онда оны қарсылықты салалас құрмалас сөйлем деп атайтынбыз. Қарсылықты салаластар жалғаулықты және жалғаулықсыз болып жасалады. Жалғаулықты, қарсылықты салалас құрмалас сөйлем егер, бірақ, сонда да, дегенмен, алайда, әйтсе де, сөйтсе де деген шылаулар арқылы жасалады және үтір қойылады арасына. Ал егер жалғаулықсыз жасалған болса, онда үтірден кейін сызықша қойылады. Ереже түсінікті болса, келесі тапсырманы орындап, сөйлемдерді тиісті шылаулармен толықтырыңыз. Енді тілді меңгерудің қандай әдіс тәсілдері бар екен, сонымен танысайық. Ең бірінші мақсат қою керек. Тілді меңгеру үшін нақты мақсат болмаса, адам нәтижеге қол жеткізуі қиын болады. Екіншіден, маманмен дайындалу керек. Үйренетін тіл туралы базаны қалыптастыру үшін кемінде 1-2 сабақты мұғалімнен үйрену қажет. Үшінші, тілдесу, яғни айналаңызда адамдармен тілдесуге, сол тілде тілдесуге тырысыңыз. Төртінші, сөз тіркестерін жаттау. Сол үйреніп жатқан тілдегі сөз тіркестерін қайта-қайта жаттасаңыз, есіңізде жақсы сақталады. Бесінші, практикаға көңіл бөлу. Полиглоттар теориялық білімге аса қатты назар аудармайды, көбінесе практикаға негізделеді екен. Алтыншы, тыңдау. Тыңдау арқылы тез үйренеді екенбіз. Қателесуден қорықпау. Жетінші. Сегізінші, үздіксіз оқу. Тоғызыншы, есте сақтау қабілетін жақсарту. 10-шы, реттілікті сақтау. Олай болса, үй тапсырмасын сіздерге ғаламтордан тіл үйренетін бағдарламаларды жүктеп, тіл үйренуді бастауға беремін. Duolingo